Қазір медицина жақсарды деп жатырмыз. Емдеу саласында көрнекті алға ілгерілеушілік бар әрине. Көптеген ауруларды адамзат ақырын жеңіп келе жатыр. Жапон сияқты ірі елдерде, медицинасы дамыған елдерде орташа жас мөлшері 80-нен асып кетті. Демек, адамзат енді ұзақ ғұмыр сүре бастады, ұзақ ғұмыр кешіре бастады. Бірақ бір мәселе бар. Адамдардың ғұмыры ұзарғанымен мидың ғұмыры ұзара қоймапты. Үлкен мидың. Көп адамдарда 60 жастан аса бере алжып кету құбылысы, сондай ауру науқас үнемі ұшырасып жатыр. Әсіресе бұл медицина дамыған сайын ілгерілеп келе жатыр. Ертерек адамдардың алжып кетуі, мидың солып қалуы пайда болып жатыр. Бұл не себептен? Бұрын біз 80-дегі Қабанбайдың 40-дағы Қубасатқа мініп жауға шапқан 1001 батырлық дастандарын, әңгімелерін, шежірелерін білуші едік. 90 байлар, тіпті 100-ге келіп те бүкіл елге тұтқа болған ақылгөй ақсақалдарымыз көп еді. Енді сондай бір дана көкірек мол жасаған қарттарымыз азайып, қайта қартайған сайын ақыл ойынан айырылып әуелі өзін дұрыс меңгере алмай қалатын мидың солуы деген ауру екінің бірінен кезігетін жағдайға душар болып отырмыз. Ендеше осының сыры неде? Тәттіні онша ұнатпайтын, көп тәтті тағамдарды жемейтін адамдарда қанытты диабет ауруына ұшырап жатыр. Ал бұның сыры неде? Ассалаумағалейкум. Білімнің кені болған кітапты аялайтын, кітапты оқудан ғана уақытын аямайтын құрметті менің тыңдаушым, бүгін сіздерге Грайм Брайн деген кітапты, үлкен ми және азықтық деп те айтсақ болады, Дауид Ферматтердің Грайм Брайн атты кітабын ұсынамыз. Бұл кітап жариялана салып Америкада аса үлкен дүмпу тудырған. Кітаптың сатылым өтімділік қатары бойынша Амазонда 80 апта бойында біріншілікті орын, 80 апта бойы біріншілікті бермеген өте маңызды өтімді кітап. Бұл өзі аса маңызды мына адамның диетасына, қалай тамақтану ғылымына қатысты кітап. Мен ол жайындағы майталма маман емеспін, бірақ осы кітапты оқу барысында көп нәрсені өзіме тоқыдым, білдім, соны сіздермен ортақтаспақшымын. Грайм Брайн атты бұл кітаптың авторы Давид Ферматтер деген кісі, арнаулы ми ауруларын зерттейтін, арнаулы адамдардың миының солу құбылысын зерттейтін маман ретінде танымал. Бұл сол салада ұзақ зерттеу барысында осы аурулардың түпкі себебі адамдардың тамақтануынан екендігін байқаған. Біздің қазақта ас адамның арқауы деген сөз бар. Ас адамның ол сүйек денесіне ғана емес, тіпті миына да, ойлауына да, рухани жан дүниесіне де бүкілдей қажет екен. Біз бұрын жылқы мінезді деп жатушы едік халқымызды. Жылқы мінезді сергек деп жатушы едік. Кейін қой мінезді момын болып кеттік. Осының барлығы да біздің қандай жануардың етін көбірек жеуімізге өте қатысты болып шығады екен. Осы көз алдымызда ғана көптеген диеталық кеңестерге қарасақ, ет пен майды аз же, қан басымы боласың, қан қысымың содан жоғарылап кетеді, қандағы май құрам артып кетеді деген сияқты түрлі уағыздарды еститінбіз. Сондай түрлі айтылымдар бар болатын. Бұл кітаптың керемет жері соның көбін теріске шығарды. Әрі өте ғылыми түрде дәлелдеп берді. Енді әрқандай дәлелдеу өте үлкен ғылыми негізге сүйенеді. Бұл кісінің де сүйеніп отырған адамзаттың миллион жылдардан бергі азықтану табиғаты. In reality, for the past 2.5 million years, we haven't eaten any grain, and it's only been very, very recently that came into our diets. And it turns out that grains, like wheat, contain a protein called gluten. Неше мың жылдар кезегінде адамзаттың азықтану өзгерген жоқ. Тек көз алдағы біз астықты қамбаға сақтай білген бірнеше жүз жылдан бері шұғыл өзгеріп кетті. Әрине бұл бүкіл адамзат тарихынан қарағанда кілт өзгеруге жатады. Дереу өзгеріп кетуге жатады.
бұндай дереу өзгеріп кету біздің ағзамызға үлкен соққы әкелді. Сондықтан қазір көптеген аурулардың келіп шығуы осы біздің азықтыққа деген қате түсінігімізден болып отыр. Біз үнемі ағастық деп атайтын ақ күріш пен сары бидай, ақ ұн адамдардың қанетті диабетке ұшырауын келтіріп шығаратын бірден бір себеп екен. Ал қанетті диабет медицина тіліндегі Альцгеймер деп аталатын, қазақтың жалпақ тілінде алжу деп аталатын науқасқа тірейтін ең маңызды басқыш болып отыр. Әдетте біздің тұрмысымызда өте көптеген қате түсініктер бар. Мысалы, көп адамдар жұмыртқаның сарысын алып тастап жеп жатады. Ол диете ұстағандағысы. Жұмыртқаның сарысы тұнып тұрған холестерин. Ал адамның денесіне өте көп мөлшерде холестерин керек болады екен. Холестеринді біз сырттан кіргізбесек, жемесек, біздің бауырымыз холестерин бөліп шығарады екен. Ол майға айналып семіздікті келтіріп шығуы мүмкін. Сондай біздің қате тұрмыс тәсілімізден өз денсаулығымызды бүлдіріп алу келіп шығып отыр. Енді адамдарда кездеген көптеген рухани аурулар, немесе ми аурулары, алжу, бас айналу, қобалжу, ызақорлық деген сияқты түрлі аурулардың көбі осы азықтанудың дұрыс болмауынан екен. Әдетте мына ақ астықтың құрамында глютен деген нәрсе болады. Бұны ағылшынша глютен дейміз. Бұл глютен дегеніміз жабысқақтық деп айтсақ болады. Тағамдарды жесеңіз, резинкеше созылады ғой. Кейбір нандарда резинкеше созылып тұрады. Осы глютен. Қазіргі азықтықтардың құрамында осы глютен өте жоғары болғандықтан адамзаттың денсаулығына зор мөлшерде соққы беріп, көп адамдардың қантты диабет ауруына ұшырауының басты себебі болып отыр екен. Барлығымыз астық тұтынамыз әрине. Астық тұтынамыз. Ол аз болғанда оған түрлі ағартқыштар қосылады. Әдетте оны аппақ болмайды ғой. Оны сарғыш болады. Оны ағартқышпен аппақ етеді. Ол тағамға айналатын кезде оған түрлі дәмдендіргіш дәрілерді қосады. Содан ол біздің асқазанымызға күрделі химиялық қосындылармен бірге барады. Әрине, осыдан кейін түрлі ауру процестері басталып кетеді. Бұрынғы адамзаттың тұрмысы қандай еді? Ең алғашқы адамзаттың тұрмысын бейнелейтін болсақ, мына суреттегідей, олар көбінде аңның етін ғана аулап жейді. Ет пен май болатын негізгі қорегі. Сол кезде дейді, адамзаттың ғұмыры бәлкім қазіргідей ұзақ болмаған болуы мүмкін, бірақ қантты диабет деген науқас болмаған үшін. Қанетті диабет, алжу деген науқастардың көп адамның өмірінің соңғы кездерінде көрінеді. Әрине, ол жасқа бармай түрлі жағдайлар себебінен өліп кетуі де мүмкін. Ол жасқа барғанша сау денелі болып жеткен адамдар да баршылық. Мысалы, Қабанбай сияқты небір батырларымыз, тұлғаларымыз, ауылдағы небір ақсақалдарымызды айтайық. Олардың көбінің жегеніне, тіпті қазір де кейбір ауылдарда мықты данагөй қарттарымыз бар. Ауылыңның жанында төбе болса, ерттеп қойған атпен тең, ауылыңда кемелді кемеңгер қария болса, жазып қойған қатпен тең демекші, бір ауылды бүкіл ақылына жүгіндіріп отырған аузы дуалы қарттарымыз көп. Солардың тұрмысына мән берсеңіз, ет пен майды жеген. Қазірге дейін таңғасында, түсқасында тек қана ет жейтін адамдар бар. Олардың денсаулығы мығым, ешқандай семіздік жоқ, және миы тұп-тұнық. Бастысы, миында ақау жоқ. Екінші дәрежелі қанетті диабет ауруы, әдетте өзіміз айтып жүрген қанетті диабет ауруы, 40 жылдан бері, соңғы 40 жылдан бері 2 есе көтеріліп кетті бүкіл әлем бойынша. Енді 40 жыл ішінде дейді, мөлшері 100 миллионға жетуі мүмкін деп отыр. Сонда көптеген адамдар қанетті диабет ауруына ұшырауы мүмкін дейді ғалымдар. Қанетті диабет ауруына ұшыраған адамның ертерек алжу мөлшері әдеттегі адамға қараған 2 есе жоғары келеді. Тіпті Даут Перлматтер алжудың өзі 3-ші дәрежелі қанетті диабет науқасы деп айтып отыр. Қанетті диабет науқасының тек асқынған түрі дейді. Ендеше бұл не себептен болады? Біз бұның шамамыз жеткенше медициналық себебіне қарап көрейік. Әдетте глюкоза денедегі энергияның қайнары. Біз өзіміздің ішпек жемектерімізді 2 түрге топқа бөлеміз. Бірі энергиялы азықтық, енді бірі қуатты азықтық деп.
сол энергиялы азықтықтардың құрамында глюкоза мол болады. Ал глюкоза біздің күнделікті күшіміз, күнделікті жіберетін энергиямыз, жылуымыз, осы сөйлеп отыруымызға кеткен күштің барлығы глюкоза арқылы орындалады. Ал глюкозаны клетка тіке қорыта алмайды. Оны тіке энергияға айналдыра алмайды. Клетка тек инсулиннің көмегімен оны энергияға айналдырады. Ал денеге глюкоза мол кірсе, сіз тәтті тағамдарды үнемі жесеңіз, өте мол кірсе, көп инсулин бөліну керек болады. Енді сосын инсулин бөліне береді. Инсулин артықша бөлініп кеткен деген қалаймақандық туылады. Инсулин істетуден асып қалады. Немесе инсулинді пайдаланып клетка үлгіре алмай қалады. Инсулинді кәдеге жарата алмай қалады, немесе инсулиннің бөлінуі мүлдемге тоқтап қалады. Тіпті адам денесінде инсулин бөлініп болып кетуі де мүмкін. Осындай түрлі себептерден инсулин тоқтағаннан кейін қайтеді, адам қантты диабет науқасына ұшырайды. Денеде инсулин бөлінбей қалса, қантты диабет науқасы дегеніміз осы. Қандағы тәтті құрамы жоғарылап кетеді. Қантты диабет науқасы қазірге дейін емі жоқ деп қаралған науқастың бірі. Онда енді оның түрлі жақтарын айтып отырудың қажеті жоқ, көп адам білет деп ойлаймын. Дене ағзаларының шіріп түсіп қалуы, тіпті көзінің ағып кетуіне дейін, тістерінің қопарылып түсіп қалуына дейін келіп шығады. Бір қиын науқастардың бірі. Қантты диабет науқасы ғана емес, тіпті ол науқасқа жатпайтын, қандағы қант құрамы ұзақ уақыт жоғары жүретін адамдар, ұзақ уақыт тәтті жемектіктерді тұтынатын адамдарда миында алжу құбылысы ертерек пайда болады. Өйткені ол миды құрта бастайды. Енді санақ бойынша етті тағамдарды өте аз тұтынады. Тек қана астық жейтін халықтарда, астықтан түрлі тағамдарды мәнерлеп алып соны жей беретін сондай халықтарда қантты диабет науқасы көп мөлшерде ұшырасатындығын, екінің бірінде болатындығын ғалымдар байқаған. Ал ондай елдерде қантты диабет науқасы екінің біріне ұшырасып жатқан жағдайда ерте алжудың да өте көрнекті түрде жоғары болатындығын білген. Мысалы, қазір көптеген тағамдарға қарасаңыз дайындап қойылған, макарон дейміз ба, көптеген дайын кеспелер, бір қарасаңыз көздің жауын алып дайындап қойған. Бірақ солардың құрамында өте көптеген глютен бар. Глютен жаңағы инсулиннің бөлдірмей тастауын, сол сияқты денедегі қалаймақандықты тудыратын басты элемент, басты қылмыскер сол глютен. Глютен тек қана астықтың құрамында ғана емес, кейбір ірімшік, заводский сары май, және мына кірпік ұзартқыш, шаш май сияқты түрлі нәрселерінде құрамында болады. Сондықтан көп абайлауымыз керек. Енді мен сіздерден мынадай бір сұрақ сұрап көрейін. Біріншісі, бір тал болка кесіңіз. Екіншісі, бір тал шоколад. Үшіншісі, бір қасық ақ шекер. Төртіншісі, бір тал банан. Осылардың қайсысының қант құрамы жоғары деп ойлайсыз? Енді қант құрамы бойынша есептегенде, бір болка кесіндісінде 77, бір тал шоколадта 55, бір қасық шекерде 68, бір тал бананда 54 сандық мәліметтегі қант құрамы бар екен. Қарасаңыз, ең жоғарысы және де бір тал болка, бір тал нан болып тұр. Көп көкөніс жемейтін және көп етті де тұтынбайтын адамдардың денсаулық сапасы көрнекті түрде төмен болады деген сөз. Ал ми не үшін ерте солуы мүмкін? Өйткені мидың басты қоректігі не? Ол май. Кәдімгі жануарлардың майы, жоғары дәрежелі май. Оның жануардың майының орнын өсімдік майы толтыра алмайды. Немесе өсімдік майының құрамы ол көп мәнерлеуді қажет етеді. Сосын ол ас қорытуға өте ауыр тиеді. Ал жануар майы адам миының істеуіне өте қажетті энергиямен, материалдармен, қуаттықпен қамдай алады. Сондықтан ұзақ уақыт май жемеген, ет жемеген, тек қана түрлі астықтарды тұтына берген адамдардың глютені жоғарылайды.
fish. Those are really good, important fats. You know, I don't know you personally, Michael, but your brain is 70% fat. I'm not picking on you, but... Бұрынғы заманда семіз адамдар жоқтың қасы болған. Сондықтан қазіргі күннің өзінде ежелгі тайпалардың өміріне қараса, олардағы ең әдемі адамдар деп ең семіздерін көрсетеді екен. Өйткені тайпа бойынша, ел бойынша семіз адам жоқ деген сөз. Атқа мініп, арқаша таудан тауға секіріп жүрген бұрынғы қазақта қайдағы семіздік болар деп ойлайсыз. Ет пен майдан адам семіріп кетпейді екен. Адам семірсе, осы астықтан семіреді екен. Қазір керісінше арық адамдар сұлу көрінетін болды көзімізге. Сонда сұлулыққа деген көзқараста қоғамның өзгерісіне сай өзгеріп отыратындығын байқайсыз. Сұлулықтан бұрын бастысы адамның денсаулығы үшін, айықпас ауруларға кіріптар болып қалмау үшін, қанша ғұмыр кешсеңіз, соншалықты сәулелі ойлай білу үшін, ақыл парасатыңыздың орнында болып, дұрыс ғұмыр кешу үшін адамға дұрыс тамақтану керек екен. Ал бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан ет пен май кәдімгі осы ғалымдардың дәлелдеуінде адамның ең керемет тағамы болып отыр. Бүкіл адамзатқа керекті ең керемет тағам осы ет пен май, қазы-қарта, жал-жая немесе сүт өнімдері болып отыр. Қазір осыдан алыстап, барынша заводскийге қолдан жасалған емес, түрлі өзгерткіш дәмдендіргіштер себілген, немесе түрлі заводтарда жасалған өнімдерге қарай ақылсыз түрде беттеп бара жатқанымыз шындық. Ал мен осы кітапты оқығаннан бері, қаншама уақыттан бері таңертең мүмкін болса тек қана ет жеймін. Етке жақсы той болған адам әрине басқа нанға немесе астықтан жасалған тағамдарға көп қарағысы келмейді. Ал ет пен май адамның миының нағыз көрегі болып тұр. Ет пен майды дұрыс өнімді тұтына білген адам семіріп кетпейтіндігі және де шындық екен. Өйткені сіз оны артықша жей алмайсыз, керектісін ғана жейсіз. Адам неге семіреді? Миға тойдым, болдым деген информация бармағандықтан семіреді. Ал сол информацияны жеткізетін басты нәрсе не? Ол май. Келесі кезекте біз осыны және де ішкерлей сөйлейтін боламыз. Грайм Брайн деген бұл кітап өте керемет кітап. Мен бұл кітаптың мазмұнын біздің халқымыздың денсаулығының жақсы бола түсу үшін және де жалғасты әңгімелеймін. Бұл мазмұн сіздерге ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Маңайыңыздағы бір адамның денінің сау жүруі сіздің де бақытыңыз деп қараймын. Бүгінгі кітап баяным осы араға дейін. Бұрын соңды söyленген кітап баяндарды менің YouTube каналыма жазылу арқылы үнемі уағында көріп тұра аласыз. Мен өзімнің қолыма түскен, өзім өте мағыналы деп қараған кітаптарды үнемі сіздермен осындай емен жарқын қазақтың қарапайым тілінде ортақтасып отыратын боламын. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.